Сәлем достар, бүгін біз үлпілдеген булочкамен рецептімен бөлісетін боламын сізге. Дәмді, әлі жұмсақ болып шығады. Құрамына жылы сүт 300 мг, шекер 60 грамм, сұйық май 40 мг, 2 жұмыртқа, ванильный сахар 1 шай қасық, екі шай қасық ашытқы. Бәрін салып араластырып аламыз. Шекеріміз ерігенше араластырып аламыз. Одан жаймендеп 600 грамм ұнымызды жаймендеп осылай салып, жаймендеп былғап қамыр шығарамыз. Дайын болған қамырымызға 50 грамм сары май жағып шығамыз. Жұмсақ болу үшін және де айналасына жабыспас үшін табағымызға. Пищевой пленкамен жауып, 1 сағаттай жылы жерге қоямыз. Салмасына мақты дайындаймыз. Ең бірінші мақты дайындамас бұрын қайнаған суға 30 минут бұқтырып қойып, суын төгіп, сосын кептіріп, содан кейін барып 1 жұмыртқаны ағын саламыз. 100 грамм шекер салып, араластырып аламыз. Осылай араластырып шекерімізді. Одан сосын көтерілген қамырымызды аламыз. Жақсылап басып, одан оқтаумен жазып аламыз қамырымызды. Жазып болғаннан кейін үстімізге салмасын жағамыз. Дайындаған магымызды алып жағамыз. Жақ болғаннан кейін екіге бүктейміз. Одан 5 сантиметр қылып, осылай ұзындап кесіп аламыз. Әлмен қарай осы видеодағыдай жасаймыз. Жасаған булочкамызды 30 минут көтерілгенше қоямыз. Көтерілгеннен кейін жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. 180 градусқа қызып тұрған духовкаға салып пісіріп аламыз. Үлпілдек булочкам дайын. Мен рецептімен жасап көріңіздер, сізге ұнайды деп ойдамын. Подписка батырмасын басып, тіркеліп өтіңіздер. Ас болсын.